қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай түрде орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырмаға. Иә, үлкен аға-әпкелерімнен әлемнің 7 кереметі туралы естідім. Екінші, 7 ғажайып аталуы сырынан олардың қайталанбас ерекше екенін аңғардым. Үшінші, иә, әлемнің 7 кереметі туралы кеңінен ақпарат алғым келеді деп жауап берулеріңізге болады. Екінші тапсырмаға. Ел аузында сақталған көне аңыздың барлығына кейде біз жай аңыз ғой деп қарайтын әдетіміз бар ғой. Түптеп келгенде оның бәрі бірдей қиял дүниесі емес. Бір кездегі тарихи шындықтың негізінде туғанын қазір ғылым дәлелдей бастады. Осыған мысал аз емес. Айталық 20 ғасырдың басына дейін қазіргі Анатолия жеріндегі Троя деген қаланың болғанын жұрттың бәрі жай аңыз деп түсініп келген. Гомердің Илиада жырында аты аталған бұл қаланы неміс археологы Шлейман көп жылдар бойы іздеп ақыры тапты деп орындауларыңызға болады. Ал келесі үшінші тапсырмада. Мәтіндегі басты тірек сөздерді табыңдар. 7 ғажайып аңыз. Мәтіндегі негізгі ойды анықтаңдар. Мәтіндегі негізгі ой аңыз әңгімелердің кейде шындыққа жанасатын айту деп ойлаймын. Негізгі ойға қосымша ақпаратты көрсетіңдер. Әлемдегі 7 ғажайыптың барын айтып дәлелдеу қосымша ақпарат деп ойлаймын. Мәтінге нақтырақ тақырып қойыңдар. 7 ғажайып сыры. Автордың тарапынан берілген пікірді білдіретін сөйлем қайсысы? Мәтіндегі алғашқы азат жол. Мәтін мазмұнын нақтылайтын қорытынды. 7 ғажайып әлемнің түкпір-түкпірінде орналасқан ерекше сәулет өнері деп үшінші тапсырманы орындауларыңызға болады. Ал келесі төртінші тапсырмада. Бірге жазылатын сөздер. Ет тұмсықты, қаламқас, азат жол, тірек сөз, төраға, еш уақытта, еш қайда. Бөлек жазылатын сөздер. Мұзды балақ, мін тағу, сара жол, теле өнім, төрт елі, тұрғын үй, аздап қана, ақ бидай. Бесінші тапсырмада. Ежелгі дәуірде адамдар өздері салған ең әдемі әрі ерекше құрылыстарды дүниенің 7 ғажайыбы деп атаған. Бұл ғажайыптар адам қолымен жасалған асқан шеберліктің, өнер мен ақылдың үлгісі. 7 ғажайыпқа мыналар жатады. Египеттегі Хеопс пирамидасы, Вавилонның аспалы бақтары, Эфестегі Артемида ғибадатханасы, Олимпиядағы Зевс мүсіні, Галикарнастағы мавзолей, Родостың алып мүсіні, Александриядағы Шам мұнарасы. Бұл ғажайыптар ежелгі адамдардың өнерге, сұлулыққа және мәңгілікке ұмтылысының белгісі. Қазір олардың көбі жойылып кеткенмен, олар туралы аңыздар мен тарих адамзат жадында сақталған. 7 ғажайып мәтініндегі біріккен сөздер: дүние жүзі, ғибадатхана, Шам мұнарасы, аспалы бақ, адамзат. Олар екі түбірдің бірігуі арқылы жаңа мағына жасаған деп 5-ші тапсырманы орындауларыңызға болады. Келесі қазақ тілі тапсырмаларын менімен бірге орындау үшін менің YouTube каналыма жазылып алыңыздар. Пікір білдіріп, лайк басып, менің арнамның дамуына өзіндік үлестеріңізді қосыңыздар. Назарларыңызға рахмет.